Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов 2022 жылы оқу жылы арасында өткен республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпаздарымен кездесті. Кездесуге 93 дарынды оқушылармен қатар тәрбиеленушілері жүлдегер атанған мұғалімдер де қатысты. Жаңа Қазақстанды қалыптастыру сіздерге үлкен болашақ сенім. Енді жалпы дүние тарихын алатын болсақ, негізгі тарихты жасайтын тұлғалар өзі білімді, мектепте жақсы оқыған, кейін мынау өзінің мемлекетін сүйетін отаншыл азаматтар. Солар тарихты қалыптастырады. Мен ойлаймын, осы сіздер тура сол жолда келе жатқан азаматтар деп. Теңгеден сияқты марапаттады. Бұл балаларға деген үлкен мотивация деп ойлаймын. Себебі балалардың жеткен жетістіктерін бұл бағалау деп есептеледі. Яғни балалар осы бағалаудың арқасында әр жыл сайын бұдан да үлкен белестерге жетуге талпына береді.